заттарымдын бәрін салып қоя берейінші. Так, видеоны бастау керек. Бізге бар ғой, видео түсірмегелі біраз болып кетті ғой. Так, барлықтарыңа сәлем достар. Сендермен бірге мен Моля KZ. Достар, қалайсыздар? Мен жаңа видеома қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі бөлімде біз дейтін 12 күн болды видео түсірмегелі. Сол үшін мен сіздерге бүгін жаңадан видео түсіргім келіп отыр. Я, достар, бүгінгі бөлімде біз енді сіздер алдыңғы бөлімде комментарияға көптеген заттар жазып кетіпсіздер. Сіздерге көп рахмет. Я, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте қымбат. Сондықтан достар, давайте бәріміз арнаға жазылып, астында тұрған подписаться кнопкасын басайық, және де лайк басуды ұмытпаймыз, достар. Так, және де менің достар екінші видеом осы Майнкрафттан түсіріп жатқан. Достар, айтпақшы, бүгінгі бөлімде біздің ауылға Шейзи келген болатын, достар. Және қасында жедел тұр. Так, оларға қазір шамалдан кейін баратын боламыз. Достар, қазір мен өзіме бір жұмыс іздегім келіп жүр. Мына ауылдан бар ғой, жителдер негізі маған жұмыс берсе, жақсы болып кетер еді негізі. Так, жителдер көп мына жақта дейтін. Мына жақтан бір керемет жұмыс тауып алсам, маған күшті болып. Так, мыналар не істеп жатыр? Кешірсең, мен әдейістеген жоқпын, мен алдысын маған, енді мен ғой маған осы істедіген енді мен әдейісі жатқан жоқпын ғой, көріпсің ғой, енді мен жылап жатыр ғой. Сенің берген ақшаң маған жетпейді ғой, мен маған неғып ұрсасың, мен кінәм емес қой, айтса сен депутаттарға айтсай барып, мен не кінәм бар? Сен егінәң бар дегенде енді қарасай, ой, көрсетіңдер, сен вообще бар ғой, егер сен бар ғой, қазір мен тыңдамасам, мен сен атып өлтіріп тастаймын, түсіндің бе? Короче, басты ауыртпа жүр. Сен наны көрдің ғой, ананы аласың да, қазір жоғалып кетесің, жарай ма, Маскевич па, не машинаңды аласың да, жоғалып кетесің, түсіндің бе? Вообще маған керек емес, сендер депутаттың маған бәрібір, короче. Ой, мен қалай ақ көтем, мен қалай болды екен ол, мен ата десе мен қорықпай ақ қойсайын етіп, мен короче бар ғой, давай онда, мен көрген жоқпын, сен мені өлтірмейсің, давай ма, мен онда машинамды бәрін алып көтем мен, пока, давай. Мен бар ғой, ақша, мен не семьямды қалай бағам мен, түсіндіріп алайыншы мынаны қазір. Кім сөйлеп жатқан, Бей. Привет, Шейзи, қалайсың? Сәлем, қалайсың? Бар, кетсей бар еу, кетсей құры бар. Оған... Жоқ, машина бар, кет құры. Кет. Шейзи, қалайсың? Шейзи, неге, анау неге шылап тұр? Неге оған ұрсып жатсың сен? Сен білесің ғой, жителдердің бәрі жылауық қой. Короче бар ғой, мен басын кетіріп тастаған короче, мен кеше ұйықтап атқам ғой, өзім үйімде ұйықтап атсам, короче, түнде звондап тұр ғой, мен депутаттың баласым, ана деп соған бір шапалағын берген ғой, соған кетіп қалды ғой деймін. Ойлаш, жителдер енді нәзіктер ғой, енді жителдерге тиіспейді. Ой, нәзігі несі? Мен мықтым ғой мен деген, көрдің бә, кәсіппін ғой мен. Мен сол видео түсіріп жатқанмын ғой, подписчиктерге сәлем жолда. Мына жерден бір ай тұрып, былай тұрып, соған жаққа жақындама, сен вообще жақындама, неге? Айтпақшы, жаңа әңгімелеріңді естіп қалдым да, Шейзи. Ой, не әңгіме? Білмеймін, жителер бірдеңе жасырып жүрсің ба, бірдеңе істеп жүрсің дейді. Ой, жоқ, мен дым жасырмаймын ғой, мен не жасырады дейсің, мен дым жасырмаймын мен. Ештеңе жасырмаймын. Мен ештеңе жасырмайтын шығарсың, Шейзи, Жо, жасырмаймын ғой, пока мен сосын кездесеміз ғой, короче. Давай, кетсей бар, не қарап тұрсың? Шынды ма? Осы Шейзи бар ғой, жителді болсын біздің ауылға бар ғой, көп нәрсе өзгерістер болып жүр ғой, жаңа жител қайда? Жителден сұрайшы, что-то достар, Шейзи менен бірдеңе жасырып жүр бар ғой. Анау қақиды ғой. Шығып кетейін. Достар, бізден Шейзи бірдеңе жасырып жүр. Мен дейтін, ой, өзім түсінбей жүрмін, анаң қарашы, не істеп жүргенім бар ғой. Мәссаған. Так, ана жедел ойда. Жедел. Привет, қалайсың, жедел? Жақсысың ба? Сен неге жылап жүрсің? Айтшы маған. Неге жылап жүрсің? Мен айта алмаймын, мен кешір, мен айта алмаймын. Неге маған айтпасын, кімге айтасың? Мен ғой осы ауылдың бәріне қарап жүрген. Жоқ, айта алмаймын мен өлтіреді, мен саған айтсам ол мені өлтіреді ғой, мені өлтіреді. Кім өлтіреді? Шейзи ма? Жоқ, білмеймін, айта алмаймын мен, кешірші, айта алмаймын. Шейзи дейтін жақсы бала ғой ол дейтін, ол ешкімге тиіспейді, ол қорықпа, маған айта бер, мен оны ол саған тиісіп жүрсе бар ғой, маған айт, мен оны Шейзиге айтамын. Точно ма? Точно,
не бірдеңе жасырып жүрмін ау ол. Короче бар ғой, мен жұмыс істеймін ғой, мен деген бала семьямды бағам ғой, маған айтқан ғой, осы жерде анау, жынды боламын ше, осы жерде, короче, айтқанда ше, асфальт төсе деген ғой маған ше, мен кранымен келген ғой, короче, осы сындырып қоятам, мен маған бар ғой, көрсін ба, артындағы, неман қарай бересің, артындағы, короче, осында, короче, сындыруым керек болған ғой, сындырып басам, ішінде бірдеңе тұр, прикинь, Мынаның ішінде ма, бәсе бағана, Шейзи, бірдеңе істеп жүреді мына жақтан бар ғой. Мен өлтіріп тастайын ғой, мен семьямды өлтіріп тастайын ғой, Жедел. Жылама, кеттік бірге кіреміз. Ол менің машинамды сындырып тастады ғой, мен қалай өмір сүремін, мен семьямды қалай алғанмен, семьямды қалай алғанмен. Онда бар ғой, кеттік онда, ана ішіне бірге кіреміз бар ғой. Көрейік ішінде не жасырып, ол неге бізден бірдеңені жасырып жүр ғой, кеттік көрейік ол не жасырып жүрген. Тоштың аясын, дүндемей ма саған? Тым демейді маған, ол не дейді, мен видео түсіріп жатырмын қайта. Подписчиктер көреді, көрермендер көреді, сол үшін. Шейзи, бізге дым демейді, жылама. Лайк қасат достар, менің достарым жақсы ғой. Өлтіріп тастамайды, жүр кеттік. Өлтірмейді, жетел, жүр. Кеттік, мынау, сен жетел. Роскыш қойналарыңе, Трактор жетел, сен мәққа кіргенсің ба сен негізі? Жоқ, кірген жоқпын мен. Бірінші рет кіріп тұрсың ба, тошын айт, ба? Шын айтам. Аңғара, роскыш қойналары. Бірмен. Так, достар, ойлаңыздар, мынау Шейзидің жасырып жүрген, не деп бункер деп айтамыз ба, не дейміз, ойлаңыздар, мынандай су ағып тұрған жерге бар, құдыққа мынандай бункер жасап қойыпты ғой. Вообще түсінбедім мына Шейзиді бар ғой, неге бұндай бізден жасырып жүр. Қарасай, жетел, мынау немене алтын ау. Как раз жаңадан кран аламын, бәрін алайыншы мен. Трактор сен алмай тұрады қазір, мен бірінші бәрін біліп алайық дұрыстап, анық-қанығын, қазір көрермендерге көрсетейік дұрыстап. Так, жетел, сен... Так, мына не бар мына жерде? Саған ойын ойнайтын андай бірдеңе аппараттар қойып қойыпты. Мынаның машинасы бар ма не? Мен машинасы бар екен білмеппін. Оны қойшы мен көзім алтындарға түсіп тұр мен, мен алайыншын алтын. Күте тұр, алмайсың тұратыр. Так, мына жерде сейф тұр. Сейф па мынау, не ашыла мынау? Кім жетел? Бергеш. Мен ақша мен мынаны ашылмаймын ғой енді, мынаны ашып берші. Давай, мен мужик ғой мен, давай. Ой, молодец. Сейф тұр тағы. Костюм шалбар мен сейф тұр достар. Так, сейфтің ішін ашып көрейік не бар екен. Мен саған достар. Не бар екен? Кәз. Саған қанша ақша қарыз еді, Шейзи? $10 миллиард. Олмаш, ондай ақша жоқ қой. Ойнайтам. Менде қазір ше $1000 тұр ғой. $1000 саған берейін. $1000? Мен үй алам ғой мен оған, давай берсің. Үй алам ғой мен оған, бер. Болды, маған $1000 болса, мұндайдың 53 бар. Бұл егер керек болса, жететін болса, болды онда. Мен уже қиналдым. Мен байымын. Поля, құра бар мен әжен кетті бә, сасығансың сен. Достарына жетелі бар ғой. Достарына жетел мені сатып кетті. Мен қазір Шейзге айтып беремін сен, давай так, сенің заттар бәрін ұрладың. Давай, айтып бер. Давай, он заттар кеспей, ол заттар дейі кеспей бар, кет бар. Достарына жетел мені сатып кетті. Болды, жапшы аузыңды. Достарыме видеоға түсіріп жатырмын ғой, көрдіңіздер ғой, не істеп жүрген. Так, Шейзи қайда, Шейзи? Шейзиге айтып бермесем мен бар ғой. Шейзи жоқ, мен Шейзиді тонап кеттім. Ой, надан қалай шығам мен? Так, мен надан достар шыға алмаймын мен. Так, көмектес маған, жетел. Көмектес маған. Көмектес.
ла 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 ла. Ей, көмектестім, жедел кім Шейзи көмектесші маған, мына батып баратырмын мен. Батып баратырмын. Шейзи мә бар ғой. Не істейсің ана жақта сен жындысың ба осы? Ей, сенің ана жителің бар ғой. Так. Қазір мен саған айтып берем бүткіл нені мен көрермендерге видео түсірген болатын. Шейзи кел, мен саған айтып берем. Жүр. Ана сенің жылап жүрген жителің бар ғой. Иә. Сол жителің мені сатып кетті. Сен менен ана құдықтың ішіндегі бүткіл байлықтарыңды жасырып жүр екенсің ғой. Иә, ақымақсың ба сен, жындысың ба? Мен жасырып жүрген жоқпын ғой ол деген. Вообще-то анау не жител ғой ол деген, ол арам жител ғой, ұрлықшы жител ғой. Мен соның ақшаларын ертең. Ой, сендер бар ғой. Енді қайда кетті ол? Ол білмеймін қазір мен бірақ бүткіл ақшаңды автомат ұстап алғансың ғой еще. Иә, мен өлтірем қазір. Сенің бүткіл ақшаңды берген жоқпын. Ол қанша қарыз дедің, маған ақшасын бермей. Сол ақшаны ғана беріп едім. Маған ойбай, анау деп сен бүткіл. Мен оған қарыз емеспін ғой. Ақшаң тонап кетті. Мен қарыз емеспін ғой мен оған. Білмеймін ғой, қарызбын анау деп ақшаң бәрін алып кетті. Біліп жүрсей сен бар ғой сен. Енді мен қайдан білейін, мен неге жасырасың сондай нәрселерді бар ғой. Мен жасырмасам ғой. Ана ұрлықшы ғой. Содан кейін жасырдым ғой мені. Жүре іздейген аны, қайда кеткен ол? Аңғара жүрген жақта жүр. Жүр ғой, ана кет. Давай, Шейзи жазасын берші, анау мені сатып кетті. Мен оған. Тоқта демеу. Тоқта, атам қазір, атам. Тоқта, сен жител, сатқын. Бол. Ақшаның бәрін қайтар. Бол, қайтар, жителдің ақшасын тонап жүрсің. Мені алдап жүрсің сен, Моляны. ойбай, аппаңдар, ақшама. Қайтар бәрі, мен сені аяп күшті не істеп жүрсем, мен сені бар ғой, енді аямаймын мен сені. Не аямайсыңдар, мен семья бағып жүрмін. Ана бүткіл қандай семьяны алдап, адамдарды алдап семья бағасың ба, ондай харам ақшамен аямайсың сен, түсіндің ба? Мен ақша қалмады болды, мен тұрсым жеш осыңдаршы, жоқ мен ештеңе. Иә, болды онда. Шейзи өзің жазасын бересің деп ойлаймын, аңғарашы өтірік жылай салады анаң қарап. Бедный болып қалдым ғой, бедный мышление. О, мынау. Шейзи сен ақшаңды берем қайттан. Білмедім, мен мейірімді просто жителді аяп кеткеннен кейін мен оны жаңағыдай не істеген ғой, көмектесіп кішкене. Видео түсіріп жатырмын, көрермендер көріп отыр. Бұйырса, мен қоя келем. Иә, достар, Шейзиді келесі ақшаны сөйлей бермеші, қоя тұрсай. Енді ақшаны мен бәрін қазір жителге тапсырып беру керек. Онда давай, сіздің көз кестеміз ғой, мен жителге ақшасын беріппейін онда. Давай. Короче, достар, бүгінгі бөлімде осындай видео болды, көрдіңіздер ғой, ешқандай біреуді алдап ақша жасамаңыздар, көрдіңіздер ғой, жителдің не істеген. Жителді мен аяп, өзімше аяп, оны жылап тұрғаннан кейін көмектесіп едім, ақша беріп кішкене болсын. Соңында не болғанын көрдіңіздер ғой. Так, Шейзи енді жазасын берді деп ойлаймын. Жарайды, достар, келесі бөлімде көріскенше бүгінгі бөлім өте қызықты болды деп ойлаймын. Видеоға лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі бөлімде көріскенше сау болыңыздар, достар.